Так, жаңалық. Қосымша рейкі қойып қойдық. Бұзау кіріп кететін секілді да, бұзау қоятын болсақ. Бұқа болып көйген кезде алып тастаймыз. Әзір рейкі қоймасақ ішіне кіріп кететін сияқты да. Мына жағынан өзі қауіпті, кішкентай бұқалар өтіп кетуі мүмкін да. Оны тағы түсіреміз бе, бірдеңе жасаймыз бұйырса. Сукалай шешіліп кетті, сукалай. Бірдеңе өкіретті суарып кіргізіп отырсам. Сөйтсем мына сукалай екен. Қанды көріп өкіріп отқан. Сукалай берге. Төрге шығып кетті, төрге. Әрең ұстадық. Қылқынып қала ма деп кеңірек байласаң тоқалын емес сыпырылып кетеді. Қылқынбақ түр не болса да нарта өкел тар байлап салам. Әкең жан тыныштық керек. Так, бұйыртса болдық. Мынау онша дұрыс болған жоқ, енді түсіп қалды ма? Так, мынау не үшін биік дегенде ше? Мынау есептелінген бәрі. Кейін мынаның ішіндегілер бұзау тайыншалар семіріп секірілетін болса, мынадан былай қарай тағы да рейкі қойып жүреміз. Ал енді қазір кішкене кезінде кіріп кететін болса, арғы жақ секілді мына жерге де рейкі ойлаймыз. Артық рейкі әкелгенбіз, барлығы есеп жоспармен болған бұйыртса. Просто күн салқын болып кетіп үлгермей қалдық. Енді мынаның ішін амалдаймыз. Оны да бұйыртса көрсетеміз қалай амалдағанымызды. Астау биылша астына топырақ толтырылып лаймен көре тұрамыз да. Басқалар жоқ, лаймен көре тұрамыз. Мына жағына да міне 5-еу 10 даяр, 10 метр, 10 метр. Бұйыртса осылай болады. Шаршадық, демалу керек бүгінге. Бүгінге жетер.